Барлықтарыңа сәлем достар, кезекті шығарылымға қош келдіңдер. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Біз бүгін осы шығарылымда мамандық таңдаудың нақты қадамдарын айтатын боламыз. Яғни алдыңғы видеода сендерге мен қателесудің 7 ережесін айтқан болатынмын. Егер көрмесеңдер, сол видеоны бірінші көріп келіңдер. Мамандық таңдауда қателеспеу үшін не істеу керек? Ең бірінші ол өзіңді таным. Яғни өзіңді тану үшін сендерге лайфхак айтқым келіп тұр. SWOT анализ жасаңдар. SWOT анализ деген ол сендердің әлсіз жақтарың мен күшті жақтарыңды анықтау. Яғни сендер қазір қандай бейімдік пәндерге бейімсіңдер, не нәрсе сендерге оңайлық тудырады, немесе қандай пәндер, қандай іс-әрекеттер ұнайды, соның барлығын анықтап анализ жасасаңдар болады. Мысалы, сен адамдармен тез тіл табысып, көпшілік алдында сөйлегенді ұнататын болсаң, онда саған журналистика, маркетинг, дипломатия мамандықтары сәйкес келеді. Келесі кеңес ол саған не ұнайды, не нәрсе жақсы шығады деген сұраққа жауап беру. Яғни сен қандай іспен айналысқан кезде уақыттың қалай өткенін байқамай қаласың, немесе өміріңдегі қай сабақ, қай пән саған ұнайды. Соны анықтау керек. Мысалға, сен сурет салғанды ұнататын болсаң, графикалық дизайнер, немесе сәулет өнеріне барсаң болады, немесе есептеулер мен логиканы жақсы көретін болсаң, математика, IT, экономика бағытына барсаң болады. Ал егер маған еш нәрсе ұнамайды, не нәрсе ұнайтынын өзім білмеймін деп ойлайтын болсаң, онда әртүрлі саладағы адамдармен сөйлесіп, практика жасап көрсең болады. Келесі кеңес ол болашақта сұранысы бар мамандықтарды таңда. Егер сен қазір тек қана қызығушылықпен таңдайтын болсаң, белгілі бір уақыттарды өткеннен кейін ол мамандықтың сұранысы болмаса, онда сен жұмыссыз қалуың мүмкін. Сол себепті қазіргі еңбек нарығын зерттеген жөн. Мысалы, 2025-2030 жылдары сұранысқа ие болатын салалар ол әрине IT саласы, логистика және халықаралық сауда, қаржы және экономика, сонымен қатар дизайн және креатив индустриясын мысалға келтірсек болады. Келесі кеңес ол профориентациялық тест тапсыру. Егер сен қазір нақты бір шешім қабылдай алмай жүрсең, бұл тестті міндетті түрде тапсырып көр. Яғни бұл тест жай ғана көмекші құрал, ол саған бағыт-бағдар береді, бірақ та соңғы шешімді сен өзің қабылдау керексің. Енді осы тұста екі сұраққа жауап берсем болады. Мен бұл іспен тегін айналысар едім, немесе мен осы мамандықта ең мықты бола аламын ба деп. Егер де осы екі сұраққа да жауабың иә болатын болса, онда сенің таңдап жатырған мамандығың өте дұрыс. Келесі кеңес ол мамандық пен маманданудың айырмашылығын түсіну керек. Көптеген адамдар мамандық таңдадым болды деп қоя салады, бірақ та одан кейінгі оның ішіндегі қаншама бағдар бар екенін біле бермейді. Мысалға, IT саласын алып қарастыратын болсақ, IT саласында дизайнерлер, бағдарламашы, киберқауіпсіздік деген секілді бірнеше мамандану салалары бар. Енді осы сен мамандық таңдаған кезде өзіңнің мамандығыңды нақты зерттеп, анализ жасауың керек, және сен қай бағытқа икемдісің, қай бағытқа қабілеттісің, соны анықтау керексің. Келесі кеңес ол ақша емес, өзіңе сәйкес келетін мамандықты таңдау керексің. Иә, жалақы маңызды, бірақ та сен өзіңе ұнамайтын жұмыс жасайтын болсаң, онда көп ақша таба алмайсың. Яғни сен өз ісіңнің бір маманы, шебері болу үшін сен сол істі шын жүректен жасауың керек. Ал достар, мен айтқан осы 7 кеңесті нақты қадамдарды орындасаңдар, сендер өздеріңнің мамандықтарыңды, өздеріңе сай мамандықтарды міндетті түрде дұрыс таңдай аласыңдар деген ойдамын. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, коммент жазып, және де каналға подписаться етіп кетуді ұмытпаңдар. Келесіде қандай тақырыпқа, қандай видеолар күтесіңдер, комментарийге жазып кетіңдер. Сендермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше.